Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін тіл сабағына, яғни тіліміздің қаймағы болған қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгіннің атауы саяхат және демалыс. Сабақтың тақырыбы жазғы саяхат. Енді оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары коммуникативтік жағдаятқа сай эмоционалды сөздерді дауыс ырғақтар арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді еркін қолданып, диалогке қатысу, өз пікірін білдіру. Жанрлы ерекшеліктеріне сай рәсімделу мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру, құрастырып жаза білу. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты осындай балалар. Балалар, келесі тақырып мәтінмен жұмыс. Бәрімізде бүгінгі жаңа сабақты ашамыз. Яғни 127-ші бетте жазғы саяхат атты тақырыптың бірінші тапсырмасы тұр балалар. Мәтінді оқып, қою әріппен берілген сөздерге түсінік беріңдер депті. Еркемай бастай ғой бірінші топтан. Жаз келді дегенше жер көк тілінде жайқалып, күннің көзі жарқырап шыға келеді. Жаз төрт мезгілдің ішіндегі ең ыстық әрі ең көңілді мезгіл. Өйткені оқушылардың барлығы демалысқа шығып, күнде серуендеп ойын ойнайды. Оқушылардың барлығы демалысқа шығып, күнде серуендеп. Кей балалар сияқты мен де жазда атам мен әжемнің ауылына барамын. Мен үшін ең ашық аспан ауылдың аспаны. Самын жұлдыз аспанда түрлі пішін көрсетіп тұрған секілді. Атам екеуміз жеті қарақшыны санап, түнгі салқын самалмен ұйықтап шығыстан атқан күнмен бірге оянамыз. Таңғы шайды тәттілетіп, ішіп айраннан ұрттап, кешке дейін ауыл балаларымен ойнаймын. Алда менің достарым өте көп. Біз түрлі ойын ойнаймыз. Асық, ләңгі, аударыспақ, күрес және тағы да басқа. Бұл ең балалардың ойындары. Қазақтың ұлттық ойындары. Сол секілді бізде бұл ойынды жақсы көреміз. Жаз айларында тағы бір ерекшелік кешкілік кездің қызықтары. Көрші балалармен ауылда ойнаған ойындар қызық үстіне қызық бола береді. Кешке масатыдай құлпырған дала, салқын самал жел керемет күйге бөлеп, уақыттың қалай зымырап өтіп жатқанын байқамай қаласың. Жаз айларындағы әрбір саяхат өте тамаша. Дегенмен жыл мезгілдерінің қайсы бірін алсақ та, әрқайсысының орны бөлек ерекше. Біздің тақырыбымыз ауылға саяхат деп аталды. Яғни барлығымызда мәтінмен жұмыс жасап оқып шықтық. Енді қою әріппен берілген сөздерге түсініктеме берейік. Жеті қарақшы. Бұл не балалар? Жеті қарақшы. Аспанның солтүстік жарық шағында орналасқан шоқ жұлдыз екен. Оны өткен сабақтарда біз өткен бөлімде өтіп кеткен болатынбыз балалар. Енді асық, ләңгі, аударыспақ, күрес ойындарына кім анықтама бере алады? Асық қандай ойын? Ұлттық ойын. Асық ойынның қандай түрлері бар? Тайке, Тайкі, алшы, қабан, бүкшік деп, опа деп, асықтың бүлдіруіне байланысты бұл не деген асық қайдан алынады жалпы? Асық Қойдың асықты жілігінен алынады. Сендер ауыл баласыңдар ғой, бұның барлығында жақсы білулерің керек. Ал ләңгі деген ойынды көп ойнайсыңдар ма? Жоқ. Бізде көп ойналмайтын ойнау дейм бұл, е? Қалай ойналады бұл? аяқпен түсіп ойнайды. қой, ешкінің жүзінен астан қорғасын. Қорғасыға ешкінің жүнін тігіп, немесе жабыстырып, аяқпен түсіп ойнайды. Дұрыс, яғни қорғасыға ешкінің жүнін жабыстырып, тігіп, жаңағыдай аяқпен ойнайды. Аударыспақ ше? Аударыспақ қалай болады? Аударыспақ дегеніміз бұл ойында ертеңмен күштілік талап етіледі. Бұл ойында екі адам бір-бірін аттан ауыту керек. Ат үстінде ойналатын ойын екен. Солай ма, Мұхаммед-Али? Алмат дұрыс айтып жатырмын ба? Яғни бұл ойынға ептілік, икемділік, шыдамдылық, шеберлік өте қажет екен. Енді келесі қарамен жазылған сөз масатыдай. Бұл теңеу екен. Дұрыс
теңеу масаты дай дей жұрнағы ғой. Теңеу болып тұр. Ал масатының жеке өзін алып қарасақ, қандай мағына білдіреді? Ненің атауы масаты? Жұмсақ. Жұмсақ, түкті, ненің аты? Матаның аты. Матаның аты екен. Құлпырған дала. Қандай дала? Құлпырған дала. Жаңағы теориялық талдау жасайтын болсақ, енді құлпырған сөзін басқа сөзбен алмастырып көрейікші. Құлпырған дала, жайнаған дала дұрыс. Көркейген дала. Яғни бұлардың барлығы да сын есімнен жасалып тұр екен. Сын есімнен жасалса, сөз тіркесіндегі алдыңғы бірінші бағының қысқары, онда бұлар теңеу эпитет болады екен. Әрі қарай, салқын самал жел. Яғни жердің бірнеше түрі бар, салқын самал жел. Яғни сәл салқын соғып тұрған қоңыр жел екен. Енді балалар, біз тақтамен жұмыс жасай қояшы. Біздің өтіп жатқанымыз төл сөз бен автор сөзі балалар. Сөйлемнің ішіндегі бірінші топтың оқушылары сөйлемнің ішіндегі бір сөйлемді алып, мәтіннің ішіндегі бір сөйлемді алыңыз да төл сөз бен автор сөзін жасап жазамыз. Екінші топ сол жасалған төл сөз бен автор сөзінен төлеу сөз жасайды. Келе ғой, мына жерге жазай берейік. Кім шығады? Ерте ме өзі жасыма келе ғой. Екеуі жазып болғанша төл сөз бен автор сөзінің тыныс белгілері қалай ойлайды екен? Егер автор сөзі сөйлемнің басында келсе, қандай тыныс белгі ойлайды? Айтайықшы. Өтіп кеттік қой. Ал Мұхаммед Алия бастайды ғой. Бұл жағдан жоқтықтан айтып отырып Автор сөзі сөйлемнің басында келсе, қос нүкте қойылады. Төл сөз тырнақшаға алынады. Мысалы, анам былай деді: ешкімнің ала жібін аттама. Жақсы, ешкімнің ала жібін аттама. Гүлдана? Төл сөз автор сөзінен бұрын келсе тырнақшаға алынады. Автор сөзінің алдынан түрлі сызықша қойылады. Мысалы, топ серуенге сынып болып шығамыз деді мұғалім. Жақсы балалар. Бізде ертең айда болыпты. Мен үшін ең ашық аспан ауылдың аспаны. Бұл сөйлем бар ма мәтінде балалар? Бар. Деді Айдос деген автор сөзін өзі қосқан екен. Енді төл сөзі қайсы Еркемай? Төл сөзі мен үшін ең ашық аспан ауылдың аспаны. Иә, мен үшін ең ашық аспан ауылдың аспаны төл сөз екен. Деді Айдос? Деді Айдос деген автор сөзі. Тыныс белгілері дұрыс қойылды ма балалар? Дұрыс қойылған екен. Отыра қой. Енді осы жасалған төл сөзі мына жақ топтан төлеу сөзге айналдырсын. Келе қой. Бір оқушы келсін. Мына жаққа жаза бересің бе? Жаққа жаза бересің де болады. Оқи қой, жазған сөйлеміңді. Айдос сөзінің ең ашық аспан ауылдың аспаны екендігін айтты. Төл сөз. Бұл төлеу сөзге айналдырды Айша. Дұрыс айналдырды ма? Дұрыс жазылды ма? Иә, дұрыс жазған екен. Отыра қой. Төлеу сөзге айналдырған кезде сөздің түпкі мағынасы, мазмұны сақталып қалу қажет. Енді балалар бірінші топқа мынандай сұрақтар тұр. Кезектесейік, жаз айының ерекшелігі қандай екен? Жаз айының ерекшелігі қандай? Қазір жаз айымыз. Жаз отырым болды, көктем айының соңғы уақыттары. Я? Бала қаяу балақай, жаз келді ой алақай, жалаң аяқ жүреміз, балақтыда түреміз деген ақынның қуанышына менің де
қосқым келіп отыр. Қош келдің жаз айы. Гүлдана өз ойын білдіріп жатыр. Ахмет, жаз айы сен үшін қандай ай? Орнына тұра ғой. Мен үшін жаз айы орны бөлек. Бөлек ай, иә? Олай болатын болса, балалар, жазды бәріміз асыға күтеміз бе? Жазғы тұры қалмайды, қыстан сызы, масатыдай құлпырар, жердің жүзі, жан-жануар адамзат анталаса, ата-анада елжірер күннің көзі деп, абай аталарымыз осылай жазға баға беріп кеткен балалар. Енді саяхат түрлерін айтып көрейікші, біз бүгін жазғы саяхатты өтіп жатырмыз. Саяхаттың тағы қандай түрлері бар? Жазғы саяхат, орнымызда тұрып жауап берейік. Жазғы саяхат, қысқы саяхат, елордаға саяхат, көптеген саяхаттар болады. Иә, тіпті шетелге де саяхат жасап қайтуға болады екен. Мына топ жазғы саяхатқа тоқталып кетті. Мына топ бір саяхаттың түріне тоқталып кетейікші. Қысқа тоқталам дейсіздер ме? Ал кім қысқы туралы айтады, қысқы саяхат туралы? Қысқы саяхатта Алматы қаласындағы Медеу мұзайында, болмаса Шымбұлақ спорт кешенінде өткізуге болады. Мектеп оқушыларын қысқы каникул кезінде Алматыға демалысқа жіберсе керемет болар еді. Жақсы ой екен, иә? Бұрынғы кезеңде, кеңес дәуірі кезеңде каникулда, яғни демалыс уақыттарында оқушыларды осындай демалыстарға, шетелдерге жіберетін болған мүмкін. Біраз уақыттан кейін бұл да бізде орын алып қалар. Сендер де ол саяхатты көріп қаласыңдар. Енді жазғы саяхатта қайда барар едіңдер? Бұл енді еркін сұрақ, арғайсыңа? Алайда ғой. Біз ауыл баласымыз, сондықтан қалаға барғымыз келеді. Қалаға барғысы келеді екен. Мен жазға демалыста Көкшетауға барып Оқжетпесті бурабайды көргім келеді. Жақсы, өте керемет сұлу жер. Ақштап. Мен жазғы демалысында Қарағанды қаласына барып, аға жеңгемнің үйінде демалғым келеді. Ол жақта менің сіңілдерім, туысқандарым өте көп. Өте жақсы ой екен. Тағы да қыдырғыларың келе ме? Мен өзіміздің Жаңарқа ауданындағы Сәкен мұражайына барып, аралап көргім келеді. Өте жақсы ой тастады Мұхаммед Әли. Яғни қалаға барып қыдыратындарың тек қана әдемі жерлерді, көрікті жерлерді аралап қана қоймай, театрларға барсаңдар, мұражайларға барсаңдар, өздеріңнің ой танымдарыңды кеңейтіп, білімдеріңе білім қосар едіңдер. Бұл өте керемет демалыс болар еді сендер үшін. Енді балалар, бізге жазғы демалысты жоспарлап, бүгін туысымызға хат жазайық, еркін микрофон әдісі арқылы ол хатты оқимыз қазір. Балалар екі топта сұрақтарға жақсы жауап берді. Бірінші топ, екінші топта басқармаға әдісімен бағалайықшы. Иә. Екінші топ, бірінші топты басқармаға әдісімен бағалайық. Екі топта бір-бірінің жауаптарына қанағаттанған